Қазақтар осыдан 12 мың жыл бұрын шаңғы тепкен ғой негізі. Бұл Шыңжаңның Алтай аймағы Дөндібұлақ үңгіріндегі жартас суреті. Зерттеулерге сәйкес бұл сурет 12 мың жыл бұрын салынған. Сондықтан Алтай адамзаттың алғаш шаңғы тепкен жері деп жарияланды. Сол заманнан бүгінгі күнге дейін сол жерді мекен ететін қазақтар ата-бабадан қалған кәсіпті жалғастырып келеді. Оның бірі Сіләмбек Сақышұлы деген атамыз, оның туындылары Қытайдың Суар аймағының мәдени мұрасы деп мойындалған. Шаңғының жасалуы өте оңай. Ірі жылқы сирағы терісін таңдап, мөлшермен ұзындығы 180 см, ені 10 см болатын алдыңғы жағы қайқы ағаш тақтадан шаңғы жасаған. Жылқы түгінің жатысы кері бағытта болады. Сол арқылы үйкелісті арттырып, таюдың алдын алады. Еніске сырғанағанда терідегі түктің жатысы оң бағытта болады. Сырғанағанда жылдамдық артады. Тек бір таяқшасымен шаңғы теуіп, аң аулауға болады. Бүгінге дейін де Алтай қазақтары жүн терілі шаңғыны қолданып жүр.